Американың Теннесси қаласының шетінде, мектеп автобусында отырған Эмбер есімді қыз сурет салып отырады. Бірақ, сыныптасы Боуман оның қолынан суретті тартып алады. Алайда, Боуман суретті көрген сәтте шошып, Эмберден алыстайды. Біршама уақыттан кейін директор Ленд Эмбердің әкесі Тейлор мен қызының салған суреті туралы сөйлеседі. Суретті көрген әкесі қызының қаншалықты қараңғы әлемді бейнелегеніне таңғалады. Директор Ленд Тейлорды ескерткен соң қызбен сөйлесуге барады. Эмбер оған Боуманды ұрып соққысы келгенін және бұл суретті оны қорқыту үшін салғанын айтады. Бұл жауапты естіген директор Ленд қыздың ішкі зұлымдығына таңғалып, бұл әрекеті дұрыс екенін, себебі бұл оның ішіндегі сезімдерді шығарудың тамаша жолы екенін айтады. Эмбердің психологиялық жағдайын бақылау үшін директор оған жаңа дәптер береді. Бұдан былай, Эмбер оған көңіл күйі болмағанда сурет салуы керек болады. Сол кезде, қаладан алыс үлкен орманның ортасында, Джек есімді ұлқылаған ағаштың інде жатып, Майнкрафт ойнайды. Әкесінен кешкі асқа үйге келуін сұраған хабарлама келеді. Сол кезде Джек орнынан тұрады, бірақ ол сүрініп төмен қарай құлап, ұялы телефонын суға түсіріп алады. Орнынан тұрған соң, Джек телефонды көлден шығарып алады, бірақ телефонның жарамсыз болғанына көңілі түседі. Бірақ үйге қайтар алдында Джек телефонына қарап, оның ештеңе болмағандай жап-жаңа болып тұрғанын көреді. Осыған қарамастан Джек үйіне келіп әкесімен және әпкесімен бірге пицца жейді. Ас ішіп отырғанда Эмбер әкесінен аналарынан айырылған балаларды жетім деп атауға бола ма деп сұрайды. Бұл сұраққа ашуланған Тейлор, әйелі қайтыс болса да, ол балаларының жанында екенін, сондықтан олардың әлі де әкесі бар екенін айтады. Әкесін ашуландыру мақсатында Джек оны анасынан айырылған жетім деп мазақтай бастайды. Бұған ашуланған Эмбер інісінің табағын лақтырып жібереді. Не істегенін түсінген ол бөлмесіне қашып кетеді. Жердегі табақ сынықтарын жинап жатқан Тейлор, ұлына Эмберді мазақтауды тоқтатуды бұйырады. Ашуланған Джек бөлмесіне кетеді. Балаларын жалғыз тәрбиелеп жатқан Тейлор, әйелі тірі кездегі өмірі туралы еске алады. Сол кезде Джек жуынуға кіреді. Қолына қарағанда оның құлағанда алған жарасының жоқ болғанын көреді. Келесі күні Джек жарасын жазған сиқырлы су туралы зерттеуді бастайды. Автобусқа мінген Эмбер өзінің жаңа дәптерін үйде ұмытып кеткенін түсінеді. Үрейленген қыз әкесінен дәптерді әкелуді сұрайды, бірақ Тейлор оған дәптерсіз мектепке баруын, бәрі жақсы болатынын айтады. Бұл сөздерді естіген Эмбер уайымдап, әкесінен суреттерін көрмеймін деп уәде беруін сұрайды. Бәрін сезіп тұрса да, Тейлор уәдесін береді. Автобус жолында Джек әпкесіне өз дәптерін ұсынады. Бірақ Эмбер бас тартады. Ашуланған інісі дәптерді оған лақтырып жібереді. Бұған ашуланған Эмбер дәптерді терезеден лақтырып жібереді. Сол уақытта Тейлор балаларының бөлмесіндегі жеке заттарын жинастырады. Себебі әйелі қайтыс болғаннан кейін ол үйін сатылымға қойған. Заттарды жинап жатқанда Тейлор қызының дәптерін тауып алады. Ол дәптерді көргенде, оны Эмбердің өзі жекелендіргенін түсінеді. Сол сәтте Тейлорды әпкесі Лиз таңғалдырады. Лиз келген сатып алушылардың шешіміне әсер етпес үшін, қабырғадағы суреттерді алып тастауды сұрайды. Ашуланған Тейлор суреттерді сақтау үшін фургонына барады. Ол көлікте отырып, әпкесі сатып алушыларды күтеді. Бірнеше минут өткен соң Тейлор әйелінің толық ыстылған жануары оған қарап тұрғанын сезіп, ыңғайсыздықты сезінеді. Ол ойыншықты қойып, қызының дәптерін тауып алады. Қызына берген уәдесін есіне түсірген Тейлор суреттерді көрмеуге шешім қабылдайды, бірақ сол кезде ол дәптерге кофе төгіп алады. Үрейленген Тейлор оны тез тазалау үшін үйге қарай жүгіреді. Кофенің кетпейтінін түсінген соң әйелінің заттары салынған чемоданды ашады. Ішіндегі заттарға қарап, сағынышын сезінгенімен, ол шашын кептіретін фенді алып, кітапты құрғатуға тырысады. Ол беттерді кептіріп жатқанда, аяғын күйдіріп алып, дәптерді жерге түсіріп алады. Соның салдарынан барлық суреттер ашылып, Тейлордың көзінше көрінеді. Мұны көрген Тейлор шок болады. Бірнеше уақыттан кейін, балалары үйге оралғанда Тейлор Эмбердің тағы да проблемаға тап болғанын біледі. Эмбер қолына шупальца суретін салған екен. Осы проблемалардан шаршаған Тейлор қызына барлық сурет салатын заттарын беруді бұйырады. Ашуланған Эмбер бөлмесіне кіріп, неліктен дәптерінің кір болғанын сұрайды. Әкесінің суреттерін көргенін түсінген қыз, сурет салатын заттарын далаға қалдырып кетеді. Көп ұзамай Тейлор қызының бөлмесіне келіп, оны Лизбен кездесу үшін фургонға еріп жүруді сұрайды. Оның қарындаштарын тәркілегеннен кейін, ол Эмбер салған суретке қарап таңғалады. Онда әкесін жүздеген өлмекші жеп жатқан еді. Бірнеше минуттан кейін көлікте күтіп отырғанда Тейлор қызынан кешірім сұрайды. Бірақ Эмбер оны суреттерін ешқашан байқамағанын айыптайды.
Бұл сөздерді естіген Тейлор ренжіп үйге кіріп, үлкен қорапты алып шығады. Ол қораптан Эмбердің барлық ескі суреттерін шығарады. Әкесінің оған шынымен қамқорлық жасайтынын түсінген қыз, көліктің алдыңғы орындығына отырып, үрейленбейтін болса, оған суреттерін көрсетуге уәде береді. Тейлор келіседі. Эмбер өзінің дәптеріндегі барлық суреттерін көрсете бастайды. Ол түрлі жолмен адамдарды жоятын, ондаған сұмдық құбыжықтарды салған екен. Бұл көріністер Тейлорды қатты алаңдатады. Содан кейін қыз қайтыс болған анасының татуировкасының суретін көрсетеді. Қызның оны әлі де есінде сақтағанын түсінген Тейлор, Эмбердің өте креативті екенін айтады. Осы жағдаймен күресу үшін, Тейлор бір идеяны ойлап табады. Ол Эмбердің ескі суреттерінің бірін жаңа дәптерге жапсырып, оның психологиялық жағдайын жеңілдету үшін жақсылық пен жамандықтың арасындағы тепе-теңдіктің маңыздылығын түсіндіреді. Алайда Эмбер әкесінің сөздерін тыңдамай, салған кейіпкеріне құбыжық сипаттар қоса бастайды. Кейінірек, Джек орманда уақыт өткізген соң үйіне оралады. Сол сәтте оның сынған телефонын сауықтырған судың қолындағы жарасын жазғаны анықталады. Көлдің шынымен де сиқырлы қасиеті бар екенін түсінген ол, әкесі ұйықтағанша күтіп, қайтадан сонда баруға шешім қабылдайды. Бірақ Эмбердің әлі ұйықтамағанын түсінбейді. Әпкесі інісінің кеш кетіп бара жатқанын көріп, артынан дәптерін ала жүгіріп, оның артынан жүруге шешім қабылдайды. Бірнеше минуттан кейін Эмбер інісінің анасының күлі салынған ағаш қорапты ұстап тұрғанын көреді. Ол Джектің не істемекші болғанын түсінбегендіктен оны шақырады. Бұл әрекетке таң қалған Джек үрейленіп, ештеңе істемекші болмағанын айтады. Алайда Эмбер оның сөздеріне сенбей, қорапты оның қолынан тартып алмақ болады. Осының салдарынан екеуінің арасында төбелес болып, Эмбер суға құлап кете жаздайды. Бірақ оны інісі соңғы секундта құтқарады. Мәселе Эмбердің дәптері суға түсіп кетеді. Әпкесінің үрейіне қарамастан Джек оған жағалаудан алыстауын бұйырады да, ағаш бұтағымен дәптерді судан шығарып алады. Көп ұзамай Джек үйге тез оралу керек екенін айтады. Дәптер құлаған жерде бірдеңе пайда болғандай көпіршіктер пайда болады. Үйге келген сәтте екеуі орманнан құбыжықтың ырылдаған дауысын естиді. Әпкесінің барлық суреттерінің парақтарынан жоғалғанын түсінген Джек бұл жағдайды құпияда сақтауды сұрайды. Келесі күні Мэгги әріптесі Рикпен бірге дүкенге келеді. Олар дүкеннің толығымен ретсіз болып жатқанын көреді. Олар тоналды деп ойлап, полицияға хабарласуға тырысады. Сол сәтте олардың артынан бір тіршілік иесі пайда болады. Бұны көрген олар үрейленіп қашады. Үйде Тейлор балаларын мектепке оятып, Эмбердің бөлмесінің терезесіне кіргелі тұрған бір нәрсені көріп, уайымдайды. Эмбер қорқып, шкафында ұйықтаған екен. Бір нәрсе дұрыс емес екенін түсінген қыз, інісімен сөйлеседі. Ол автобуста бәрін айтуға уәде береді. Бірақ Тейлор олардың сөзін естіп, мектепке аттанбай тұрып, ұлынан не болып жатқанын айтуды сұрайды. Қаламаса да Джек әкесіне көл туралы білгендерінің бәрін айтып, Эмбердің суреттерінің тірілгенін айтады. Бұны естіген Тейлор бұның бәрін күлкілі деп ойлап, ұлына автобусқа отыруды бұйырады. Бірнеше минуттан кейін Тейлор Эмбердің терезесін жуып жатып, орманнан шыққан оғаш дыбыстарды естиді. Кенеттен Лиз пайда болады. Үйге кіргенде Тейлор өзінің кружкасының жоғалғанын байқап, әпкесінен кофе қайнатқышты ұстаған ба деп сұрайды. Алайда Лиз оның сөздеріне назар аудармай, суреттер салынған қорапты фургонға апаруды сұрайды, себебі тағы бір сатып алушы келмекші. Көлікке отырмас бұрын, Тейлор қораптан заттарды алып, Эмбердің кешкі ас кезінде сындырып алған табағын тауып алады. Осы уақытта автобуспен келе жатқан жүргізуші Томсон жолдың ортасында көк түсті бояудың ізімен тұрған жүк көлігін көреді. Алаңдаған ол алысқа тоқтап, билікке хабарласпас бұрын, Боуман жүк көлігінің сигналын басады. Бұған ашуланған жүргізуші баладан кетіп қалуды сұрайды. Сигналдың дыбысы жүгері алқабының ортасынан пайда болған құбыжықтың назарын аударады. Құбыжықты көрген Эмбер бұл өзінің дәптерінде өзгерткен кейіпкер екенін түсінеді. Қауіпті сезген Томсон барлығына автобустың ішіне кіріп, мықтап ұстануды айғайлайды. Жүргізуші тез жылдамдықпен қашып кетеді. Бірақ құбыжықтың аяқ дыбыстары жолда жер сілкінісін тудырады. Соның салдарынан автобус жүгері алқабының ортасына аударылып, апатқа ұшырайды. Бірнеше уақыттан кейін оқушылар естерін жинайды. Жүргізушінің ес-түссіз жатқанын көрген Джек, автобустың есіктері жабылып қалғандықтан қашудың жолын табу керек екенін айтады. Сол сәтте құбыжық автобустың артынан пайда болады. Эмбер құбыжықтың жүк көлігіндегі музыканың арқасында ұйықтап жатқанын түсінеді, сондықтан олар оны қайтадан ұйықтату үшін бір нәрсе қосуы керек.
Осы кезде Джек құбыжықтың автобустың жоғарғы есігін ұрып тұрғанын байқап, ұялы телефонын алуға ұмтылады. Бірақ құбыжықтың автобусқа еніп кеткен шупальцасы оны ұстап алады. Бірақ құрбанын алып үлгермей, құбыжық ұйықтап қалады. Жасөспірімдердің Дэн есімді сыныптасының iPad'ы бар екенін байқайды. Құбыжықты бейтараптандырған соң олар жоғарыдағы тесіктен шыға бастайды. Боуман сыныптастарын күтпей-ақ жалғыз қашады. Сол кезде iPad'тағы музыка ауысып, құбыжық қайтадан оянады. Үрейленген оқушылар жолмен қашып, алып құбыжықтан қашпақ болады. Қаладан алыс Тейлор мектептің онымен байланысқа шыққысы келіп тұрғанын байқап, ұялы телефонның өзінде емес екенін түсінеді. Уақыт жоғалтпай, ол үйге жүгіріп, Лизден ұялы телефонына қоңырау шалуды сұрайды. Бұл әрекетті жасағанда Тейлор өзінің шкафынан телефонның дірілдеген дыбысын естиді. Шкафтың есігінде бояу дақтары бар екен. Құрылғыны алған соң, ол қораптардың артынан өзінің кружкасын тауып алады. Бір қадам артқа шегініп, кружканың артында оғаш көз тұрғанын көріп, таңғалады. Тейлор тез арада оны лақтырып, табағымен қиратып тастайды. Сол сәтте Лиз мектептің оның телефонына қоңырау шалғанын айтады. Сол кезде оқушылар мектепке жетеді. Эмбер көк құбыжықтың автобусты жаншып жатқанын өзінің салғанын айтады. Уайымдаған Джек әпкесінен тағы не салғанын сұрайды. Ойланған Эмбер орманда қашып бара жатқан Боуманды есіне алады. Боуман қашып бара жатқанда кішкентай тіршілік иесін кездестіреді. Ол қатты дауыспен айқайлайды. Бұл дыбыс көзі жоқ үлкен құбыжықтың назарын аударады. Құбыжық Боуманды жұтуға тырысады. Бірақ оны құтқару үшін екі аға қарындас келеді. Қалған құбыжықтарға ескерту үшін Джек кішірек тіршілік иесін өзен жағасында жояды. Алайда орнынан тұрғанда екеуі көзі жоқ алып құбыжыққа тап болғанын түсінеді. Эмбер тез тасты лақтырып, құбыжықтың назарын аударады. Сол уақытта Тейлор мен Лиз автобус апаты болған жерге келеді. Онда жүргізушінің бақытыға орай құтқарылғанын көреді. Мәселе әзірге тек екі оқушы ғана табылып, Джек, Эмбер және Боуманның әлі де жоғалған еді. Лиз жасөспірімдердің үйге оралып келе жатқан болуы мүмкін бе деп сұрайды. Бұл сөзді естіген Тейлор үрейленеді. Жолда олар көшеден өтіп бара жатқан жануарды соғып кетеді. Көліктен шыққан Тейлор мен Лиз бампердің астындағы бояу шашырауын көреді. Олар орнынан тұрғанда Эмбердің дәптерінің мұқабасындағы мысық пайда болып, беттеріне бояу бұлтын шашады. Ересектерге шабуыл жасағысы келмесе де, жануар құбыжықтық бейнесін ашады. Ол көлікті лақтырып кетіп қалады. Содан кейін екеуі жаяу кетуге тырысады. Олар жолдың жартысына келгенде электр мұнараларының үстінде тұрған алып құбыжықты көреді. Қорқып, олар үйге қарай жүгіреді. Боуман екеуімен бірге үйге кіргенде, терезелердің бірі құбыжықпен толығымен жойылғанын байқайды. Әкесінің жоқ екенін түсінген Эмбер үрейленеді. Әпкесінің сурет салу материалдарын көрген Джек бір идеяны ойлап табады. Сол уақытта орман көлінің алдында жасырынған тіршілік иесі суға жақындап, рюкзагынан сурет салуға арналған дәптерін шығарады. Уақыт өткен сайын қалада хаос басталады. Боуман төтенше жаңалықтарды қарап жатқанда, Джек барлығын өзінің жаңа суретін көруге шақырады. Ол барлық құбыжықтарды жеңе алатын жоғары қаруды салған екен. Жағдайды өзгертуге арналған прототипі болғандықтан, үштік сауыттар мен су қаруларын алады. Бірақ олар кетпес бұрын Эмберге жуынатын бөлмеге кіру керек болады. Мәселе Боуманға да сол керек болады. Ол үйдегі басқа жуынатын бөлмені табуға тырысады. Бірақ Тейлордың бөлмесіне кіргенде, Боуман мыңдаған өрмекшілерге тап болады. Бірақ кейбір тіршілік иелері Боуманның денесіне жабысып қалады. Джек оларды жою үшін асығады. Эмбер жуынатын бөлмеден шыққанда үрейленіп, Тейлордың бөлмесінің есігін ашып, іште қалған барлық зұлым жәндіктерді босатып жібереді. Джек әпкесін қорғау үшін су тапаншасын алып, құбыжықтармен күресе бастайды. Боуман үрейленіп далаға қашады. Эмбер ваннаға секіріп көп күш салған соң, су кранын ашады. Барлық өрмекшілер жойылады. Көп ұзамай Боуман терезеден пайда болып, бау-бақшадағы шлангпен үйдегі барлық тіршілік иелерін жояды. Біраз уақыттан кейін Тейлор мен Лиз үйге оралып, кір және бұзылған жерді көреді. Бірақ балаларының белгісі жоқ. Содан кейін Тейлор Эмбердің терезесінен соққының дыбысын естиді. Жақындағанда екеуі Эмбердің салған көбелегін көріп, оны соңынан жүруге шешім қабылдайды. Орманның ортасында Эмбер інісімен сөйлесе бастайды. Осының бәрінен шаршаған Джек болып жатқан барлық оқиғаларға оны кінәлайды. Бұл сөздерді естіген Эмбер үнсіз қалады. Назарын сақтау үшін Джек жалғыз жүруін жалғастырады. Бұл оны қаланың айналасынан ұрлаған барлық заттарын әкелген өрмекшілердің аумағына алып келеді.
Көп ұзамай Джек көлдің жағасында отырған құпия тіршілік иесін кездестіреді. Оның өз суреттерімен басқа құбыжықтарды жасай алатынын түсінеді. Джек тез арада арнайы қарудың суретін алып, артқа бұлғанда біреудің оған қарап тұрғанын байқайды. Қорқып, ол қағазды тастап жібереді. Қағаз құбыжықпен жойылады. Осыдан кейін жасөспірімдер қайтадан кездеседі. Эмбер бұл оның алғашқы салған құбыжығы болғандықтан, ол әлдеқайда қуатты болуы мүмкін екенін айтады. Үштік құбыжықтардың тобын жеңу үшін жаңа қару салу керек деген қорытындыға келеді. Олар күрең шапанды құбыжықтың сөмкесінен қарындаштарды ұрлау керек екенін түсінеді. Боуман оның назарын аудару үшін жүгіреді. Бірақ құбыжық оны көргенде, оны жою үшін ондаған тіршілік иелерін шақырады. Үрейленген Боуман орманмен қаша бастайды. Эмберден суретін тезірек салуды сұраған соң, Джек оған көмектесуге барады. Қуғын кезінде, жасөспірім құбыжықтардан жасырыну үшін кабинаға тығыла алады. Сол уақытта Эмбер жерде жатқан рюкзакты алып, құбыжық оған шабуыл жасайын деп жатқанда таң қалады. Сол сәтте Джек спрей мен пешті алып, құбыжықты қорқытып жіберетін уақытша от лақтырғышты жасайды. Ормандағы басқа құбыжықтар олардың жаратушысының айқайын естіп, оған көмектесуге орала бастайды. Бірақ Боуманды өлмекші қорқытып, барлығының назарын қайтадан аударады. Содан кейін, балалар тағы да кездеседі, бірақ олар Боуманды жоймас бұрын, Лиз мен Тейлор оларға күрекпен шөп шапқышпен шабуыл жасайды. Көбелекте олармен бірге келеді. Жағалауға оралған Эмбер бір нәрсе салуға тырысады, бірақ қарындаштар жұмыс істемейді. Сол сәтте Джек сүрініп кетеді. Бұл қарындаш құбыжығының оның денесіне шығуына әкеледі. Басы еріп кетіп, оның бетіне бірнеше қайнап тұрған тамшылар шашырайды. Әпкесі інісінің басын жарғанша, Эмбер құбыжықтың алдына келіп, қолынан шыққан бірнеше шупайцалармен оған шабуыл жасайды. Лақтырылғаннан кейін, қыз жауының қолына тұрады. Ашуланған құбыжық оны ұстап алады. Бірақ Эмбер өз суретінен қорқпайтынын айтады. Әпкесін жоймас бұрын, Джек оған сиқырлы қылышымен күшті соққы жасайды. Кенеттен Боуман өзінің салған сиқырлы қаруын ұстап пайда болады. Алаңдаған Эмбер Джектан бұл қылышты қайдан алғанын сұрайды. Ол көп жыл бұрын әпкесінің салған ескі суреттерінің бірінен бір бөлігін алғанын айтады. Сол сәтте Тейлор сол жерге келеді. Ол Эмбердің шупайцалар мен құбыжықтардың бірін оңай жойғанын көріп таң қалады. Көп ұзамай ескі суреттер салынған қорап аспаннан құлайды. Эмбер таңғажайып бір нәрсе болайын деп тұрғанын айтады. Кенеттен үлкен сиқырлы шаң бұлты бүкіл аймақты жабады. Сол кезде Джек жақын маңдағы көлден шыққан жұлдыздардың көрінісін тамашалайды. Құбыжықтармен батыл күресіп жатқанда, Лизге бірнеше батыл адамдар көмектеседі. Олар құбыжықтарды қорқытып, қашып кетуге мәжбүрлейді. Көлдегі үлкен сиқырлы жарылыс қаланың барлық жеріне жұлдыздарды шашыратып, Эмбердің бақытты суреттерінің зұлым құбыжықтармен күресуіне мүмкіндік береді. Осы уақытта Джек рюкзагынан анасының күлі салынған қорапты алып шығады. Ол бір нәрсе істемес бұрын, әкесі оны таң қалдырады. Ол өмірінде болған барлық қиындықтардан кейін, оны жұбатқысы келеді. Дегенмен Тейлор жақындаған кезде, қораптың қақтығыс кезінде жартылай жойылғанын байқайды. Ол Эмбермен бірге ұлын құшақтап, бұдан былай бәрі жақсы болатынын айтады. Біршама уақыттан кейін, әкесімен қоштасқан соң, аға қарындас жаңа досы Боуманмен бірге мектепке баратын автобусқа отырады. Эмбер өзінің жаңа дәптеріне анасының көбелегінің жаңа нұсқасын салып, қуанышты сезінеді. Бұл фильм туралы не ойлағаныңызды төмендегі пікірлерде қалдырыңыз. Егер сізге бейне ұнаса, ұнату батырмасын басып, жазылыңыз. Келесі кино шолуда кездескенше.